Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Осындай ерекше цветной капустадан ерекше тағам жасадым. Тура кепсе сияқты болып шығады. Ол үшін толық рецепті көру үшін видеоны толықтай қараңыздар. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен бізге осындай цветной капустамыз қажет болады. Қайнап тұрған суға тұзын салып 5 минуттайға пісіріп алдым. Көп ұстамаңыздар, езіліп кетеді, өзі тез ақ піседі. Бұл капуста қарап тұрыңыздар міндетті түрде. Осындай формада кесіп алдым, бірі үлкен, бірі кіші бола береді. Енді ұнымыз қажет болады, ұнға аздап тұз салдым. Енді бізге түрі әдемі болып тұру үшін, қызарып тұру үшін осындай паприканы салатын боламыз, тәтті бұрышымызды. Оны араластырып, енді бізге жұмыртқа, сүт қажет болады. Мына жерде менде 2 жұмыртқа, азғантай ғана сүт қостым. Міндетті түрде тұзын саласыздар дәміне қарай. Жақсылап араластыратын боламыз. 1 қасықтай ұн да қосып жіберсеңіздер болады. Мен қостым. Оны да араластырып аламыз. Қоспасаңыздар да бола береді негізі. Енді біз капустамызды, цветной капустамызды осыған жан-жағын осылай малып алатын боламыз. Тура үй жағдайында кепсе қалай жасаймыз, солай жасасақ, солай жасалады негізі. Ұнға малып, екінші рет тағы да осы жұмыртқамызға малып алатын боламыз. Өйткені бізде сырты қызарып, қатпарлы болып шығу үшін осылай 2 рет жасайтын боламыз. Барлығын жасап аламыз. Қызып тұрған сұйық майға пісіретін боламыз. Мен жаңа азғантай бөлігін пісіріп көрдім жасап. Өте керемет болып шықты. Сондықтан сіздерге де рецептін бөлісіп жатырмын. Міне біздің сұйық майымыз негізі қызып тұр. Түрі өзгеріп, кішкене бұзылып тұр. Өйткені мен алдын азғантай бөлігін пісіріп көрдім. Керемет болып шығады. Тағы да пайдалана беруге болады. Осыдан кейін төгіп тастайсыздар. Өйткені ішінде ұн болғандықтан біздің сұйық майымыз түрі бұзылып кетеді. Барлығын салып, сыйғанша салып, тура осылай қызарып, қатпарлы болып, әдемі болып шығады. Видеода көрініп тұрғандай болып шығады. Егер сіздерге осындай цветной капуста ұнап жатса, осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен көбіне көп мөлшерде алып қоямын цветной капустаны, өйткені өзім жақсы көргендіктен. Осылай да жасап көрдім. Өте керемет шығады. Маған ұнады. Каналым, менің жасаған рецептерім ұнап жатса, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, лайк басып, комментарияда жазып кетсеңіздер болады. Алда менің рецептерім өте оңай, қарапайым заттар, қарапайым нәрселерден жасалады. Сондықтан тіркеліп кетсеңіздер, рецептерімді көріп отырасыздар. Осындай кепсидің сыртындағы қытырлап тұратын қамыры сияқты болып шығады. Капустадан да жасауға болады екен. Маған қатты ұнады. Сіздер де осылай жасап жеңіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Керемет қытырлап тұрады. Ас болсын сіздерге. Рахмет.